жүрген, баладай көңілмен шауып жүрген Мұрат ағамыз бен Манат жеңгемізге бір шапалақ қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар. Ой, где ваши аплодисменты, друзья? Разве такой аплодисменты бывает? Бір қаттырақ шапалақ қойсаңыздар, шөпей деп тұрып. Ал енді аға жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Міне кішкентай міне ұлдарыңыз кеше ғана томпиып мектепке барып өмірге келіп жатса, одан енді мектеп табалдырығын аттап университетке түсіп жатырған бір тойладыңыздар. Міне шаңыраққа келіп жүріп жатыр екен, тағы тойлап жатсыздар. Артынан өсіп жатырған қыздарыңыз бар, олардың да той болсын. Шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Бүгінгі осындай ағайын туыс дос жаран, алыс жақыннан келіп жатырған көптеген ағайын білеміз. Өзіңіздің енді Қазақстан Республикасында енді қызмет атқармаған орныңыз жоқ. Сондықтан сол жерден барлық жерден келіп отырған достарымыз осындай сіздердің әрине сіздердей болсын. Міне бүгін ағайын туыс дос жаран жинап отырмыз. Біз қазақ енді тойға білесіздер, бала үйленем деген күннен бастап дайындаламыз ғой. Енді бала үйленем деген менің келіскен бойынша алдай бұрын болады. Не? Осы жерде той болады келіскен кезде, как будто бір июльдің 31-і бір 2 жылдан кейін болатын секілді болады. Міне көзді ашып жұмғанша тойға да жетіп қалдық. Солай ғой. Бірінші не керек? Финансовый проблема, оны шешіп аламыз. Алдай бұрын тойға 5 ай қалған уақытта список жазамыз. Тойға кім шақырамыз деп, иә. Ол кезде не керек? Бүкіл барлығын шақыратын боламыз. Бүкіл Көкшетау, бүкіл Аршалы, бүкіл Астана, Шымкент, ешкім қалдырмайды. Солай ғой. Списокте 1200 адам. Содан тойға не керек? Өздеріңіз білесіздер, 4 ай қалған кезде ол қысқарады. Список 400 адамға 800 болып қалады. Аналар біз шақырған жоқ, аналар келе алмайды. Аналарға араласпаймыз. Аналар уақыт. Тойға 3 ай қалған уақытта 800 адамдық список қысқарып 500 болып қалады. Тағы бір өзінің сылтауларымен. Тойға 1 ай қалғанда мейрамхана істейміз. Ол мейрамханаға 250 адам сиятын болғасын, қалған 250-і автоматически қысқарып қалады. Сол 1200 адамдық списоктен аман есен қалған қадірлі қонақтар. Құрметті қонақтар, ардақты ағайын. Алмас Ақбота. Бүгін міне төрден орын алып отырсыздар. Құтты болсын, бақытты болыңыздар. Міне бүгін сіздерді Алмас Ақбота. Бүгін үйлену тойларыңызбен құттықтаймыз. Алланың амандық болса 9 ай 9 күннен кейін тағы құттықтаймыз. 1 жасқа толған. Сен алпай, мен алпай, сен алпай. Мен алпайсың, жаңа сен тікін алдың баға. Қана тікін алпайсың, мен алпайсың ба. Міне қазір, бүйтейік, құрметті қонақтар, қас қандай тамаша. Мына Қазақстанның күннен-күнге өркендеп жатырған жан-жаққа қарамай, осы тойдан білуге болады. Тойдан білуге. Мысалы қас қарап отырса қандай тамаша, иә? Әр қазақтың шаңырағында той болса, үлкен мейрамханада той жасайтын болды. Үлкен зәулім сарайларда, үлкен ресторандарда. Осыдан естеріңізде ме? 5 жыл бұрын Извините, пожалуйста, если я вам не обещаю. Бүйтейік аға. Осындай тамаша кешті. Осыдан 5 жыл бұрын естеріңізде ме? Тойды қайда істейді дедік, е? Тойды мектептің столовыйында, кафеде, спорт залда естеріңізде шығар. Істедік қой сондай тойларды. Одан 5 жыл төмен қарай түсетін болсақ, тойды үйде істейтінбіз, е? Екі жақты полный қылып дайындайды. Кешік берген адам аяқ киім шешіп сол жерге отыра қалады. Ол кезде ешкім кешікпейтін бір жақсы. Одан 5 жыл төмен қарай түсетін болсақ, тойды палаткада істейтінбіз. Осы залда палаткада тойда болған ағайындар бар ма? Қолдарыңызбен тұрып қойыңызшы. Кто был палаткада бар? Ой, палаткадан шықтық па бәрімізді сондай. Палаткада рахат, кондиционерлер, мен жеңгелер қауымына риза боламын да, осы қыздар жеңгелер қауымына тойға мына пригласительный билет келеді, сол күннен бастап дайындалады. Риза боламын. А біз еркектер жұмыстан шығып келе саламыз тойға, е? Жұмыстан шығып бара саламыз. Әйелдер қауымы сол күннен бастап дайындалады. Пригласительный билетті алады, сразу первый вопрос. Мен неге барамын? Мен неге барсам екен? Неге барсам екен? Таңертең тұрады, неге барсам екен? Обедтен неге барсам екен? Ужиндан неге барсам екен? Сосын ағамыздың ана қызыл көйлегім бар ғой, соны кеше әдемі. Қай қызыл көйлек? Ойбай ана көйлек ананың тойына кидім, мынаның тойына кидім, анда да кидім, барып қазір отыр ғой енді сол көйлекпен жүріп. Мен барып магазинді көріп келейін, бірдеңе болса алам, бірдеңе болмаса келем ғой деп қойдым. Сөзді қарашайшы, бірдеңе болмаса келем ғой деп қойдым. Бір қарасаң 2 пакетпен кіріп келеді. Қалай жеңгелеріміз? Магазинде жүргенде бол, риза боласың. Бірдеңеден бастайды. Туфли жоқ деп барады, туфли алады. Ол туфлиді киіп қарайды. Ол туфлиге үйдегі көйлектер келмейді. Оған байланысты көйлек алады. Ол көйлекте үйге сумочка келмейді. Оған байланысты сумочка. Не деп отырсың? Хочешь кететін сатып көйлек?